Баршаңызға сәтті күн болсын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді әрі сәтті шығатын турецкий смит дайындайтын боламын. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, аздаған жылы су, дәміне қарай тұз, қант, бөлме температурасындағы сармай және ашытқымыздың барлығын салып бір араластырып, үстінен ұнымызды алдын ала еленген ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаның үстін баса кетіңіздер. Бізде осындай орташа жұмсақтықта қамыр шықты. Енді көтерілгенше бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз осылай әдем болып үшіседей көтерілгеннен кейін өзімізге ыңғайлы етіп кіші бөліктерге бөліп, тағы да 5-10 минуттай тындырып қоятын боламыз. Менде 55-60 граммнан 13 дана шықты осындай. Тындырып алған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен үстелдің үстіне барлығын осылай лағман тәрізді етіп ұзыншалап созып алатын боламыз. Енді осылай жіңішке етіп созып алғаннан кейін видеодағыдай етіп осылай бір-біріне айналдыра отырып дөңгелекше пішін жасаймыз. Осымен біздің смитіміздің формасы дайын болды. Бір қарағанда өте көп уақыт кететін сияқты, бірақ тез дайын болады. Қолға да ешқандай жабыспайды, ешқандай ұнның қажеті жоқ. Тез ақ дайын болады. Дәл осылай формаға келтіргеннен кейін бізге балды су және күнжіт қажет болады. Бірінші балды суымызға батырып, одан кейін күнжітімізге осылай видеодағыдай етіп екі жақтарын аунатып алатын боламыз. Күнжітті мен құрғақ табаға қуырып алдым. Қуырмау өз еріктеріңізде. Және балды да аздаған сода салып, 2-3 қасық балды аздап отқа қызартып, үстінен жарты стакан су құйдым. Қызартпа өз еріктеріңізде, мен қоңырқай түс беру үшін солай жасап алдым. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 15-20 минутта 150 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің смит осымен дайын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Жұмсақ үйдегі смиттің дәмі мүлдем басқаша болады. Олай болса баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.